Саламатсыздар ма, менің каналым көрермендері? Қош келдіңіздер менің каналыма. Мен көптен видео салмай кеттім. Негізі бір қалса қалып қояды екен. Сондықтан уақытта болып, қол тимесе де бірдеме қылып түсіріп тұрған жақсы. Қазір енді жер көк, қазіргі майский май басталды. Сондықтан мен сиыр сауып, сепарат тартып, қаймақтан май шайқап жатырмын. Күн бізде салқын, қайта-қайта жаңбыр жауып жатыр. Сондықтан мен ас үйім салқын болғасын, үйге мына екі табуретканы қойып, сепаратты үйге коридорға тартып жүрмін. Енді жаңағы сиырды мен тек бір мезгіл сауам, таңертеңгісін, кешкісін бұзауларға емізіп алам. Неге десеңіз, бұзаулар шықпайды далаға, енді оларды да аш қалдырмау керек. Жайылмайды әзір кішкентай бұзаулар. Сондықтан тек бір мезгіл сауам, таңертеңгісін. Соны тартып май қылып жатырмын. Балдарыма берем. Бізде тартқан сүттен де көп нәрсе жасаймын, менің каналымда бар. Жаңағы сүтті тартып алдым ғой, сепараттан өткіздім. Біздің жақта обратка сүт дейді, көк сүт дейді. Көк сүт болғанмен оны да пайдаға асырамыз. Айран жасауға болады, айран ұйтам, құрт жасайым, творог жасауға болады. Мен мынандай кеше құйып қойғанмын, бір күн тұрады. Ас үй қазір салқын болып тұр, бізде жаңбыр жауып тұр, сондықтан мына үйге қойып жүрмін. Үлкен кастрюль, мына 30 литрлік, 25 литрлік кастрюль ма. Мына бетінде мынандай пленкілер жиналса, алып тастаймыз. Асты міне ұйып тұр, сүзбе болып. Қалтаға құюға дайын болып тұр мынау. Ештеңе арнайы ұйытқан жоқпын, ұйытқы ішіне құйған жоқпын. Тек тартқан сүтті кастрюльдің үстіне құйып қойдым. Міне көк суы шығып, сүзбе қалтаға құюға дайын тұр. Сондай кастрюль мына жерде де тұр. Айтып отырмын, ас үй салқын болғасын үйге қойып жүрмін. Сондай тағы бір кастрюль менде де тұр. Бұл әлі ұйыған жоқ бұған. Бүгінгі сүтті құйып қойдым. Бұл ертеңге дейін ұйып тұрады. Ішінде жұғымды су болады, ұйыған кастрюльдің. Соған ұйыт. Мысалы, мынаны қазір қалтаға құйып аламын ғой. Қалтаға құйып алғаннан кейін, сүзбелерін құйып аламын да, көк суын бәрін аға төгіп тастаймын. Сосын ішін жумайым. Сол күйінше ішіне жаңағы тартқан сүтімді құйып тастаймын. Сондықтан ертеңіне өзінен өзі үйіп тұрады. Қаймағы алынған сүттен, яғни обратка сүттен ыдыстарға құйып сүзбе қыламын да, сосын мынандай құрт қылып жасап жатырмын қазір. Құрт қылып жасап жатырмын бәрінде. Міне құрт, мынада құрт. Шамал тақтайға жасап дегдітіп аламын жасағаннан кейін. Сосын шамал дегдігесін мынандай қылып қалталарға салып, шығын шіркей болмайды. Әбден желге кептіремін. Біздің жақта жел болады да тұрады. Құдайдың құтты күні жел. Міне сүзбені қалталарға, мынандай қалталарға құйып қойдым. Су ағып жатыр. Мындай қалталарға құямын. Қолдан тілге тігілген қалталарға құямын. Сосын әбден осы сүзбе су ағып болғасын құрт жасаймын. Қазір ештеңе жасап жатқан жоқпын. Сиырда тек майский май жинап алып, қалған тартқан сүтті бәрін құрт қылып жатырмын. Творог та жасауға болады. Творог та жасаймын арасында.